Адам қорққан кезде барлық нәрсеге барады деген рас, иә? Қандай қордан баспана алдыңыз және ел айтып жатқан алаяқтың құрбаны болмадыңыз ба? Мынау енді позордың патологы ғой. Бағдарламаның тақырыбын қарасаңдаршы. Ырысбаладан алған баспана барлығы шынайы. Осы ма, журналисттер? Ардақ ханым, құрбыңыздың былығын бірге жабайын дедіңіздер ма? Құрбы деп айтып тұрған себебім міне дәлел. Бірге дастархандас болып, бірге бөлісіп жеп жүргеннен кейін, әрине енді артын жабуға бар күштеріңді салып жатсыңдар ғой. Ардақ ханым, журналист екенсіз, мәселені неге бір жақты қылып қарап жатырсыз және талқылап жатырсыз? Қазір журналист деп айтқаныма өзім кішкене ұялып тұрмын да. Қандай қордан баспана алдыңыз? Өтірік білмеген адам сияқты, қай қордан алдыңыз деп сұрамай ақ қойыңызшы. Сіздің елдің ақшасын қалтасына жинаған құрбыңыздың қорынан алдым десе, иә? Менің видеомда әбден талқылаған сияқты ғой, отырып алып. Мына сұрақты әдейі қойып отыр. Қордың егесі келді ма, сізге есігіңізді қағып, мазаңызды алып, есіңіз шығарған кезі болды ма? Сіздің үйіңізді келіп тексеріп жүрді ма, мазаңызды алды ма деген сияқты. Мазасын алып тіміскілеген адамдарды неге шақырмағансыз? Неге бір жақты ғана жұмыс жасағансыз? Осы жиналған адамдардың ішінде юрист бар екен. Заңгер ханым айтып кеткенде, нақты жұмыс істейтін санаулы қайырымдылық қорлар, жаңағы шын мұқтаждарға көмектесетін, Ырысбала Икрамбайдың қорлары сияқты адал қорлар болса, мен ондай қорларға өз жаңағы жұмысын ары қарай жалғастырса деп құптар едім. Біреу жаңағы айтып жатыр ғой. Мына юрист бар болса, юристің лицензиясын тексерту керек. Және мына жасыл пиджакта отырған әйел өтірік ақпарат елге таратқан үшін үстінен арыз жазу керек. Өйткені беті бүлк кетпей, тап-таза қор, заңды жұмыс істейтін қор деп айтып отыр. Ендігі сұрақты мына Ардақ ханымға қойғым келіп отыр. Сіз мына тірлігіңізбен журналистикаға кір келтіріп отырған жоқсыз ба? Және де білде бір телеарнаны сонда әркім келіп сатып алады ма? Және де мәселені бір жақты ғана талқылау дұрыс па? Мына позорный өтірікке тола бағдарламаны көріп, күлкім келіп, Руслан Өтепбайға айтқым келеді. Кішкене араңыздағы осындай коллегаларыңызға бір-екі сабақ бересіз ба, совет бересіз ба? Болмаса журналистердің принциптары туралы, бағдарлары туралы айтасыз-ау. Және де мені бір сұрақ мазалайды. Ырысбала Икрамбай неге комменттерін жауып тастаған? Әлде біз көбейіп жатқаннан кейін ба? Ал енді мына Күлімкөз деген әйел неге Ырысбаланы бағдарламаға да барып, тиктокқа да шығып, инстаграмға да шығып, қорғап, қолпаштап жүр деп ойласаңыздар, Ырысбаланың халықтың ақшасын жинап берген үйін көріңіздер. Бүгін 22 қыркүйек, арадан 9 күн өтті. 7 бала бүгін өз баспанасына кіретін болады. Бұл аралықта біз 4 балалы анаға да үйдің кілтін табыстап қоныс тойын тойладық. Ырысты армия, қараңыздар, 9 күнде 2 баспана алынып, 11 бала өз жылы төсегінде жатыр. Ырысты армияның 32-ші баспанасы жақсыны көрмекке деген ал кеттік. Ырысбала үшін елмен қырылысатындай үй ағы, жатқан болған емес қой. Неге басқалары шығып қолдамайды? Мүмкін Күлімкөз Ырысбаланың командасында болғандықтан бекен. Әлде Ырысбаланың алыс туыс жеңгесі мекен? Ендігі бір Ырысбаланы тиктокта қатты қолдап жүрген мына кісі. Саламатсыздар ма, құрметті қазақ елі және де Ырысбала ханымның артынан кір іздеп, мін іздеп отқан адамдар. Мен Тараз қаласынан 47-ші баспаналы болған Делмира қыздарыңыз боламын. Енді түріне қарасаң, сіз бен біз мұқтаж сияқтымыз, е? Сөйлеген сөзіне қарасаң, комментарийда елдің бәрін қырып, сен қанша жіберіп едің сонша деп. Мұқтаж жанға осыдан кейін көмектесіп көр, е? Бұлар аларын алып болғаннан кейін халықтың өзіне әкіреңді еткен ғой бұлар. Дамбалдың амбассадордың кішкене көкірегін басқанымызды байқадыңыздар ма? Енді мыналар өздерінше содан өнеге алып, халыққа әкіреңдеп жүр ғой. Жаным, арттарыңды қысып жүріңдер. Енді не себепті бұл кісіге бұндай үй бұйырды деп ойласаңыз, Ырысбаланың ұжымдасы, кезінде тамада болған кезіндегі құрбы құрдас болғандықтан бекен? Әлде сол той бизнеста жүрген кісі болғандықтан бекен?
Ал қалған мұқтаж жанға мынандай үйде пойдет. Ырыста армияның 30-шы баспанасы Мерейлі меркі жерінде 5 балалы Әйгерім анаға бұйырған екен. Дәл қазір бұл үйдің жаңа иелерін күтіп алатын боламыз. Ендігі кезектегі сұрақ, осы 100 үй деп қоймайсыңдар. Сол 100 үйді мен әлі көрген жоқпын. Қайда сол 100 үй? Талдықорғандағы кісілер неге үндемей жатыр? Ырысбаланың туысқандары болғаннан кейін үндемей жатыр ма, бірдеңкеміз шығып қалады деп? Әлде басқа да причина бар ма?